Өтті тазалайтын 10 өнім немесе әрекет. Ағзаңыздағы қоқысты шығарып тастайтын табиғи жолдармен қазір сіздермен бөлісетін боламын. Соңғы уақытта асқазаның ауырлап, оң қабырғаңның астында қысым сезіп жүрсің бе? Жегеннен кейін жүрегің айнып, аузыңда ащы дәм қалып қоя ма? Немесе терің бозарып, шаршағыш болып кеттің бе? Бұл жай ғана шаршау емес, бұл өттің бітеліп, ағзаңда улы қалдықтар жиналып жатқанының белгісі. Бүгін мен саған дәл осыны шешетін 10 табиғи өнім мен әрекетті айтамын. Егер осы кеңестерді күнделікті өміріңе қоссаң, өт жолдарын тазалап, бауырыңды жеңілдетіп, энергияңды қайтара аласың. Ең бірінші, жылы су мен лимонмен таңды бастау. Таңертең аш қарынға жылы суға лимон тамызып ішу өттің қозғалысын жандандырады. Бұл өт жолдарын оятып, түнде ағзада жиналған улы қалдықтардың шығарылуына көмектеседі. Лайфхак: 1 стакан жылы су, жарты лимон шырыны. Өтке арналған табиғи жуу сұйықтығы. Екінші, оливка майы мен лимон терапиясы. Бұл ежелгі тәсілді дәрігерлердің өзі қолданады. Таңертең бір ас қасық зайтун майын ішіп, үстінен 1 шай қасық лимон шырынын ішу өт қабын тазартып, тас түзілуінің алдын алады. Үшінші, ақжелкен, аскөк, шпинат. Жасылдар өттің ең үлкен досы. Олар бауыр мен өт жолдарының жуу қызметін атқарады. Күніне 1 уыс жаңа піскен ақжелкен жесең, өттің қоюлануының алдын аласың. Төртінші, сарымсақ. Сарымсақ өттің ағуын белсендіретін табиғи стимулятор. Сонымен қатар бауырды токсиндерден тазалап, өттің тоқырауын болдырмайды. Бірақ асқазаны әлсіз адамдарға оны аш қарынға жеуге болмайды. Бесінші, жасыл алма мен қызылша. Бұл екеуі өт жолдарын тазартудың ең дәмді жолы. Алмада пектин мен антиоксиданттар, қызылшада бетайн, ол өттің қоюлануын азайтады. Екісін бірге смузи түрінде ішу тамаша нәтиже береді. Қозғалыс пен жеңіл жаттығу. Бұл 6-шы. Өттің тоқтап қалуы көбіне қозғалыстың аздығынан болады. Күніне 30 минут серуенде өттің ағуына тікелей әсер етеді. 7-ші, куркума. Куркума өтті айдайтын табиғи дәмдеуіш. Ол өт шығару процесін 50%-ға дейін арттырады. Тағамға қос немесе жылы сүтке араластырып іше беруге болады. 8-ші, жоңышқа, итмұрын және артишок шайы. Бұл шөп шайлары бауыр мен өт жолдарын жұмсақ тазартады. Аптасына 2-3 рет ішу өттің табиғи ағуын сақтайды. 9-шы, ауыр майлы тағамнан аулақ болу. Өт майды қорыту үшін бөлінеді, ал тым көп май ағзаны шаршатып, өттің қоюлануына себеп болады. Сондықтан фастфуд, қуырылған майлы тағамнан бас тарту ең қарапайым, бірақ өте маңызды әрекет. Ең соңғы 10-шы, су режимін сақтау. Судың жетіспеушілігі өттің қоюлануының басты себебі. Күніне 1,5-2 литр таза су өттің еркін ағуына және бауырдың дұрыс жұмыс жасау істеуіне көмектеседі. Егер осы 10 әдісті күнделікті өміріңе енгізсең, ағзадағы улы қалдықтардан арыласың, бауырың жеңілдеп, терің жарқырап, энергияң артады. Бұл дәрісіз табиғи жолмен өт пен бауырды тазартудың ең тиімді жолдары. Ал сен осы әдістердің қайсысын қолданып көрдің? Комментарийға жаз, және видеоны пайдалы деп тапсаң, лайк басып достарыңмен бөлісуді ұмытпа.